Судьялардың бос лауазымдарына жарияланған конкурс туралы хабарландыру жоғары сот кеңесінің ресми интернет-ресурсында, сондай-ақ оның Instagram, Facebook және Telegram әлеуметтік желілеріндегі ресми парақшаларында жарияланады. Әлеуметтік желілерде конкурс туралы хабарландыру жоғары сот кеңесінің ресми интернет-ресурсына сілтеме берілген анонс түрінде орналастырылады. Хабарландыруда соттардың атауы, бос лауазымдар саны, конкурсқа қатысу талаптары, құжаттарды қабылдау мерзімі, кері байланыс арналған байланыс ақпараты, сондай-ақ конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттарды жүктеп алуға арналған сілтемелер көрсетіледі. Осы сілтеме арқылы конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттарды, оның ішінде конкурсқа қатысушының сауалнамасын жүктеп алуға болады. Құжаттарды қабылдау мерзімі конкурс жарияланған күннен бастап 2 аптаны құрайды. Белгіленген мерзім аяқталғаннан кейін ұсынылған құжаттар қабылданбайды. Ерекшелік ретінде соңғы күні өткізілген пленарлық отырыстардың немесе соттармен өзара іс-қимыл жөніндегі кеңестерінің қорытындылары бойынша қабылданған қорытындылар ғана қабылданады. Таңдалатын бос лауазымдар санына шектеу қойылмайды. Конкурсқа қатысушы өз қатысқысы келетін барлық бос лауазымдарды көрсете алады. Сонымен қатар, бос лауазымдарды таңдауға жауапкершілікпенен қараған жөн. Бұл ретте үміткер өзінің нақты мүмкіндіктерін, сондай-ақ отбасылық және тұрмыстық жағдайларын ескергені дұрыс. Бұл кейіннен басқа сотқа ауысу туралы өтініш беру қажеттілігін туындауына жол бермеуге мүмкіндік береді. Конкурс барысында құжаттарды қабылдау мерзімі аяқталғанға дейін жаңа бос лауазымдарды қосуға болады. Ал бұрын көрсетілген бос лауазымдарды конкурстық кез келген кезеңіне алып тастауға болады. Жекелеген жағдайларды қоспағанда, судьялардың бос лауазымдарына кандидаттарды іріктеу жоғары сот кеңесімен конкурстық негізінде жүзеге асырылады. Іріктеудің негізгі өлшем шарттары жоғары кәсіби білім деңгейі, жоғары моральдық адамгершілік қасиеттер және мінсіз бедел. Сонымен қатар, заңгерлік мамандық бойынша еңбек өтілі, біліктілік емтиханының нәтижелері, ал қолданыстағы судьяларға қатысты сот төрелігін жүзеге асыру сапасы мен қаралған істердің күрделілігі ескертіледі. Судья лауазымдарына арналған конкурс бірнеше кезеңнен тұрады. Оның негізгі кезеңдері бағалау кезеңі және цифрлық кезең. Бағалау кезеңінде конкурсқа қатысушының әкімшілік жауаптылыққа тартылғаны туралы мәліметтер, орындалмаған салықтық, алименттік және өзге де міндеттемелердің болуы, сондай-ақ соттармен өзара іс-қимыл жөніндегі кеңестің немесе пленарлық отырысының қорытындысы зерделенеді. Цифрлық кезеңде арнайы ақпараттық жүйе цифрландырылған өлшемшарттар негізінде үміткерлердің балдарын есептеп, оларды әрбір конкурс бойынша жинаған балдарының кему ретімен орналастырылады. Бұл кезеңде біліктілік емтиханының нәтижелері, білім деңгейі және заңгерлік мамандық бойынша еңбек өтілі бағаланады. Сонымен қатар, ғылыми дәрежесінің немесе ғылыми атағының, заң ғылымдарының кандидаттары, заң ғылымдарының докторы, PhD, сондай-ақ мамандырылған соттарға үміткерлер үшін тиісті арнайы жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің болуы да ескеріледі. Конкурстық комиссия әрбір конкурсқа қатысушының құжаттарын жан-жақты зерделеп, оның судья лауазымын тағайындауына кедергі келтіретін мән-жайлардың бар жоғы туралы алқалы шешім қабылдайды.